мысалы 30 күн бойы мешітте ауыз ашатын жігіттер бар. Мен сондай жігіттерге айтатынмын, олардың орнында болатын болсам мен үйімді ашар едім. Көбінесе мешітте ашатын, көбінесе жаңа ауыз ашарға біздерді шақырады, уағыз насихат айт деп, тойханаларға, нелерге. Сонда шынымен кейде көңілің қобалжиды жаңа. Осындай берекелі айда дастархан басында әйел бала шағаменен отырып, кейде үйде жеңгеңіз де звондап келсеңізші, бір өзіміз бір жадырап отырып сіз дұға қылыңыз, отаға сіз дастарханның басында отырып бір берекелі Рамазанда бір осылай шүйіркелесіп отырайық та деп. Мен әрдайым өзім дастарханның басына отыратын болсам жайшылықта, мен бала шағам бәрін отырғызып қоямын, бала шағам бәрін. Өйткені ол нәрседе берекет болады. Біреу ана жерде жеп отыр, біреу мына жерде отыр, я болмаса әйелің екеуің генә дастархан басында отырсыңдар, онда соның өзі отбасыда ауызбіршіліктің жоқ екендігін көрсетеді, қараңыз. Ал енді бала шағам барлығын отырғызып қойып, мен дұға ететін болсам, тұрып қолымды жуып келуге келткен қызым болсын, ұлым болсын, дұға қылатын болсам жүгіріп келіп орнына отыра қалады. Бірақ сол Рамазанның кезінде көп үйде бола бермейміз, өкінішке орай. Сондықтан өте орынды сұрақ қойдыңыз. Негізінде өзіңнің негізі дұға қабыл ғой. Рамазан ауыз ашатын кездегі дұға қабыл. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, ораза тұтқан адам ауыз ашатын кезде Құдайменен екі ортада перде болмайды деген. Ал сондай перде болмайтын сәтті неге бала шағаңмен отырып ауыз ашпасқа? Мысалы 30 күн бойы мешітте ауыз ашатын жігіттер бар. Мен сондай жігіттерге айтатынмын, олардың орнында болатын болсам мен үйімді ашар едім. Имамдар көбінесе мешітте сондай бір ауыз ашарларда жүреді. Кейде өзім сол ауыз ашардан қайтарып, кейде осы Рамазанның кезінде бір 4-5 рет үйде ауыз ашатын кезім болады. 4-5 рет. Тіпті біз қадір түнде де мешітте жүреміз ғой. Сондықтан берекет жауып тұрған айда ләжі барынша ауыз ашарға да барыңыз, бірақ өзіңіздің үйіңізде ауыз ашып, ауыз ашуға 5 минут қалған кезде Құдайменен сенің ортаңда перде болмайды. Кешке дейін қиналдың, көзің мөлиіп, қарның ашып, шегің шұрылдап, Құдайға бірдеме өткіздің. Сол кезде әйел бала шағаңмен отырғызып қойда, өнеге ғой, су қойып қой әрқайсының алдына, тұтқанның да тұтпағанның да алдына, құрмасын қойып қой, сөйтіп пайғамбардың сүннетін көрсет, дұғаңды жаса, сол жерде көрсін, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Сондықтан дәл солай көрсетіп өссе, ертең оның баласы иманды болып өседі, отбасының берекетін біледі, ол да ертең дастархан басында шүйіркелесіп отыратын болады. Сондықтан да нағыз отбасыға берекені тілейтін ай, басқа кезде араз болып жүрген шығарсың сен, бірақ шайтан кісенделіп жатқан кезде қатыныңмен ұрысып жүрсең, демек кінә шайтаннан емес ол жағдайды, қараңыз. Сондықтан Рамазанның кезінде де отбасының берекетін кіргізетін сәт сол бірге ауыз